Баршаңызға қайырлы күн қыздар, бүгінгі жұма қабыл болсын. Жейтін нан пісіруді, жеті шелпек пісіруді барлығымыз білеміз, бірақ мен өз әдісіммен бөлісуді жөн көрдім. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Жасалу әдісін соңына дейін көруді кеңес беремін. Өте оңай. Алдымен жылы суымызды ыдысымызға құйып аламыз, кеңдеу ыдысымызға. Содан кейін шекерімізді салып, үстіне біраз қасық ашлығымызды, яғни дрожжымызды қосамыз. Екеуін араластырып, жақсылап барлығы ерігенше араластырып, жылы жерге 10 минутқа қоямыз. Біздің аштығымыз көтерілуі керек. Міне қарасаңыздар, біздің аштығымыз беті көпіршік болып көтерілді. Үстіне біраз қасық майонез қостым, содан кейін бір дана жұмыртқа қостым. Екеуін жақсылап барлығы теңдей араласқанша қасықтың көмегімен араластырып шығамыз. Үстіне біраз қасық тұзымызды саламыз. Тағы да тұзымыз ерігенше араластырамыз. Содан кейін алдын ала өлшеп дайындап қойған ұнымды осылай аздан салып, бірінші қасықпен араластырып алдым. Басында сұйық болғандықтан қасықпен араластырғаныңыз жөн. Содан кейін қалған ұнымызды қосып, тағы да қасықпен араластырып, қоюлана бастаған кезде қолымызбен қамырымызды илей бастаймыз. Дайын болып қалған қамырымыздың үстіне сұйық май құйып, барлығын осылай бетіне жағып, болғаннан кейін бетін жауып 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Қара қамырымыз көтерілуі керек. Міне дайын болды, көтерілді. Аздап мен май құйдым, сұйық май. Енді қамырымызды 7 бөлікке бөлеміз, 7 шелпекке. Қалған қамырымызды бауырсақ пісірсек болады. Өзіңіз қалауыңызша жейтін нанды орташа көлемде, қатты жұқада емес, қалыңда емес қылып жайып шығамыз. Жеті нанға қамырымды дайындадым, содан кейін қалғанын бауырсаққа алып қойдым. Енді міне қызып тұрған майымызға нанымызды салып, жан-жақтарын осылай көтеріп тұрамын. Ортасы бірдей болып пісу үшін. Екінші жағын ауыстырып пісіріп аламыз. Өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жеген кезде де өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады.